Мен енді өзімді насихаттайын тұрған жоқпын. Осыған мен қолқа салып, осы кейінгі әншілеріме айтып, осылай жасасақ қалай болады деген ұсыныс айтқан едім. Осыны қабыл алып, мынау менен кейінгі әншілерім осы көмектесіп, бір үйдің балаларындай осындай жақсы шара ұйымдастырып жатырмыз. Алла көпсінбесін. Мынау бүгінгі күнінде соған мұрындық болып отқан, жақсы жүріп жатқан Нұрлан жанға үлкен рахмет айтамыз. Қасиетті ұлағатты сөздерін қай жерде де осы ағайын туыстың алдында жүретін азамат қой. Енді қазіргі біздің ортада атқа мінер азамат дейміз. Сол азамат Нұрлан, ал аман жүріп, қашанда осы ағайынның жақсы тойында басында жүресің, қай кезде де. Мынау бөліп алатын жоқ. Мынау енді осы көппен тетін шаруа. Нұрғат бар, мына жерде інім Аралбай бар, Жанситінім бар, әнесінім бар, тағы енді осы Аслан бар. Ал енді осындай көпшілік бауырлармен бітіп жатқан шара өте қуаныштымыз. Сіздердің осындай уақыттарыңызды бөліп, енді негізі табаны осы ағайын туыстың енді Аққыстау мен Шапайып қойды отырған жеріміз. Сол жерге лайқаттап осы жерді ұйғарған едік. Соған енді алыстан жақыннан келіп жатсыздар, уақыттарыңызды бөліп, мынау күні ораза айында мынау жолдың алыстығына немесе жаңағы ыңғайына қарап осы жерден табылып жатқан ағайын туыстарға бәріне рахмет айтамын. Ал енді қош келіп жатырмыз бәрімізді. Енді алдағыда шыққанда айтайын дегенім, осы шараны ұйымдастыруға атсалысып жатқан мына бауырларына үлкен рахмет айтамын. Аман жүріңіздер, қашанда осындай бірлігіміз, бір осы жерден ағайын туыстың бірлігін тауып, қашанда жақсы тойдың басында жүрейік деген тілегім бар. Ал қош келдіңіздер, тағы жалғайтын болам енді. Қарындасым бар, інілерім бар. Ал ағайындар, мен айтайын дегенім, осы бүгін енді мына біздің Тәжен атамыздың басы қосылып бір жақсы отырыс болып жатыр ғой енді. Осымен тоқтап